Сәлем Қазақстан. Сендермен бірге Ақыл ТВ арнасы. Бүгін өздеріңіз білетіндей, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні. Сол туралы қысқаша ақпарат беріп кетсек деп өзімде ойланып отырған едім. Ал президент күні құтты болсын. Тәуелсіз Қазақстанның іргесін қалап, шекарасын шегелеп, болашаққа бағыт-бағдар беруде тұңғыш президенттің халық алдындағы еңбегі ұшан теңіз. Сол тарихқа шегініс жасар болсақ, 1991 жылғы 1 желтоқсанда алғаш рет жалпы халықтық сайлау өтіп, егемен Қазақстанның негізін салушы Нұрсұлтан Назарбаев тұңғыш рет президент болып сайланды. Бұл жаңа мемлекет қалыптасуының өтпелі кезеңінде сенімді басшыға өз тағдырын тапсырған Қазақстанның халқының жауапты таңдауы да еді. Шын мәнінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың салиқалы саясатының арқасында тәуелсіз қазақ елі қалыптасып, тарихымыз түгенделіп, тіліміз, дініміз және діліміз қайта құралып, мемлекетіміздің ұлттық рәміздері қабылданды. 1991 жылғы 10 желтоқсанда Қазақстан халқына берген антын тұтастай және толық орындағанын көрсетті. Қазақ КСР-ның жоғарғы кеңес сол күні-ақ Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы деп өзгерді. Еліміз бүгінде бүкіл әлемге танымал жаңа атқа ие болды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Қазақстан Республикасының заңы 1991 жылғы 16 желтоқсанда қабылданды. Осы заң негізінде еліміз өзінің тәуелсіздігін жария етті. Қазақстан тәуелсіздігін алған сәтте алғаш болып Түркия елі тәуелсіз ел ретінде мойындаған болатын. Бұл туралы Түркияның жас мәдениет министрі, саясаткер Намық Кемел Қазақстан ең алғаш тәуелсіздік алған, біз Қазақстан үшін Түркия үлгі боларлық мемлекет болады дедік. Ал 24 жылдан соң біз Түркия үшін Қазақстанның үлгі боларлық мемлекетке айналды деп мойындауға мәжбүрміз, дейді. Ал аталмыш заңның бірінші тарауында Қазақстан Республикасының тәуелсіз демократиялық және құқықтық мемлекет, ол барлық мемлекеттермен өзара қатынасын халықаралық құқық принциптері бойынша құрады. Өзінің мемлекеттік тәуелсіздігін басқа мемлекеттердің дамуы үшін Қазақстан Республикасы ашық делінген. Рас, одан бері 24 жылда елдің іргесі сөгілген жоқ, ұлтаралық татулыққа селкеу түспеді. Яғни конституциялық заңның дер кезінде қабылдануы Қытай, Ресей, Қырғызстан, Түркменстан және Өзбекстан шекараларының қалыптасуына реттеуге ықпал етеді. Шындығы сол, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституцияның заң қабылдау жаңа тәуелсіз мемлекетке енген болатын. Расында да Қазақстан қазірде әлем мойындайды. Найзаның ұшы білектің күшімен ата-бабамыздың заманында қалған елімізді бүгінде 24 жылға басқарған Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қазақ халық туын көкке көтеріп әлем танымастай етіп өзгерді. Елімізде тойланып отырған бұл мерекенің тарихи маңызы орасан зор екен. Ендеше тұңғыш президент күні құтты болсын, ағайын.